Карантиннің кезінде Алматыдан кетіп қалғанбыз. Ол кезден КВНнен вообще жол болмай жүрген кездер. Ауылға қайтқаннан кейін мына жақта кішкене ғана лицо бар да, Казгудың арасында, жайдарманшылардың арасында. Сосын өзіміздің район жақта кішкене бар. Біздің ауылдың баласы емес па, кішкене көрініп жүр екен ғой деген. Сөйтіп ауылға барғаннан кейін өзің районның мықтысы болып тұрсың бағана. Типа артист болып тұрсың. Сөйтіп районның әдемілерін іздейсің ғой, әдемі қыздарын. Инстаграмда бір жақсы жүргізіп қоятын қыз бар етін. Анау енді Түлкібас ауданындағы біраз жігіттің арманы. Сонымен кездесу стратегиясы басталды менде. Сөйтіп жаңа қызға жазам. Сәлем, қалайсың? Менің атым Бағжан. Мен жас режиссермін. Және де алдағы уақытта жас режиссерлардың жабық байқауына қатысып. Жабық дегенім конкурстарға солай ғой. Біз конкурстарға кететін Айка деген киноларды көре алмаймыз ғой. Қазылар алқасы ғана көреді. Болды ғой сол жерде. Сол сияқты жабық та. Өйткені мен ашық түрінде болатын болсам, ол қашан шығады деп кетуім мүмкін. Содан кейін жабық осындай режиссерлардың, жас режиссерлардың байқауына осы районда болғаннан кейін, карантин болғаннан кейін ешқайда шықпау керек. Сол үшін өзің жақын жерде жүрген актрисаларды таңдап, өзіңде түсіп, маған сол конкурсқа видеоңды жібер деген талаптар қойды. Соған осы районның ішінен мен сені кішкене бұрыннан көріп жүрмін, сыртыңнан сенің типажың өте қатты келіп тұр деді. Содан кейін дос баламды алып алам да, ана қызға болды онда ертең түсіреміз, өкінішке орай телефонмен түсіре салу керек болды. Соған барынша қысқа киініп шығуға тырыс. Өйткені әдемілікті көрсетуіміз керек. Сосын ол осындай дегеннен кейін мен кішкене Инстаграмда суреттер мынандай болғаннан кейін қызығып қалды да. Болды, басқа адам алып қоймаңыз деді ғой.